Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен блины дайындаймыз. Бірінші блины дайындау үшін керекті заттарды дайындап алыңыз. Бірінші кішкентай табаққа бір жұмыртқаны қосамыз, дағы оған 10 ас қасық шекерді, құм шекерді қосып араластырамыз. Және осыларды араластыру барысында шым-шым тұз қосып жіберіңіз. Міндетті түрде ол жабыспауға септігін тигізеді. Осылай араластырып үстінен растительное масло құйып жібереміз. 100 мл барлық массаларды бір-біріне араластырып болғаннан кейін осылай бір керкі болып шығуы керек. Үстінен 600 мл сүттің жартысы 300 мл сүтті құямыз. Және осы сүтті құйғаннан кейін жақсы миксердің көмегімен араластырыңыз. Бір келкі болғанға дейін осы массаға мен 10 ас қасық ұн қолдандым. Оларды бөлек-бөлек ұндарды қоса отырып араластырыңыз. Сонда түйіршіктер болмайды. Осылай араластырасыз, дағы қалған 300 мл сүтті үстінен құйып жібересіз. Құйғаннан кейін тағы миксердің көмегімен араластырыңыз. Және егер де сіздің массаңыз сұйық болған жағдайда үстіне тағы ұн қосыңыз, ал егер де қойық болған жағдайда су қоссаңыз болады. Және осылай араластырып болғаннан кейін масса бір келкі түйіршіксіз болып шыққаннан кейін алдын ала қыздырылған табаны аласыз. Оған кішкентай май қосу керек болады. Табаға блины жабыспау үшін осылай құйып шығамыз. Құйғаннан кейін осылай құямыздағын газға қойып, өте қатты отта пісіргенді жақсы көремін. Мен сонда ол бірдей болып піседі. Осылай тонкий қылып пісіріп аламыз. Осымен біздің блинчигіміз дайын. Оның еш қиындығы жоқ. Егер де сізге ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіз.